Құрметті бауырлар, бұл видеода біз қалай Аллаға сенімді дұрыс үйренеміз, және ол Алла қандай деген сұрақтарға жауап айтамыз. Сіздер каналға жазылып қолдап отырыңыздар. Сенімді дұрыс үйрену. Мұсылман адамға ең әуелі тілімен айтқан لا إله إلا الله محمد رسول الله деген сөздің мағынасын жүрегімен түсіну және сену парыз. Бұған ешқандай күмәні болмауы керек. Мұсылмандықтың негізі үшін, яғни мұсылман болу үшін сенуі және осы иманда күмәннің жоқ екеніне жүректің шешім қабылдауы жеткілікті. Дәлелдермен білу әрбір мұсылманға парыз айн емес. Себебі Расулалла арабтардың дәлелмен білгенін, кәлам ілімін оқығанын, күмәндарын зерттеп, оларды шешуді бұйырған жоқ. Бәлкім, растау мен сенуді жеткілікті санады. Алайда сөз сөйлеуді білетін, күмәнға салынған және наданды күмәнға түсіретін адамның шүбәләрін жоятын кейбір ғалымдардың болуы қажет. Бұл ғылым кәлам деп аталады. Бұл парыз кифая, бір қалада осындай бір-екі адамның болғаны жеткілікті. Надан сенімге ие болған адамға кәлам ғалымы сенімінің қорғаушысы және жол көрсетушісі болады. Ал өзін танудың ақиқаты осы екі мақамның арғы жағындағы жолдан басталады. Мұның бастауы күресу. Күрес пен тақуалық жолымен жүрмеген адам бұл дәрежеге толықтай қол жеткізе алмайды және оның ісі дұрыс болмайды. Себебі зияны пайдасынан көп болады. Бұның мысалы диета сақтамастан дәрі қабылдаған адамға ұқсайды. Ол адама жан тапсыруы мүмкін. Себебі дәрі асқазанын бұзады. Ол шипа таппай, одан әрі ауруын асқындырып алады. Алланы танудың бір белгісі мен нышаны бар. Оны сол жолдағылар іздейді. Дүниемен байланысы жоқтар, онымен айналыспайтындар және өмірінде Алланы іздеу және қалаудан басқа нәрсемен айналыспайтындарды қоспағанда мұның ақиқатын ешкім іздей алмайды. Ал бұл қиын және ұзаққа созылатын іс. Олай болса баршаның азығы болған нәрсені көрсетей. Ол әхл сүннет сенімі. Осындай сенім жүрегіне орнаған адам үшін бұл сенім бақыт пен құтылудың негізі болады. Сенім біліп қой, сен жаратылғансың. Сені бір жаратушы жаратты. Бүкіл әлемнің және әлемдегі барлық нәрсенің жаратушысы сол. Бұл жаратушы жалғыз. Серігі, ұқсасы жоқ. Ол әрдайым бар еді. Бар болуының бастауы жоқ. Әрдайым бар. Бар болуының соңы болмайды. Оның бар болуы қажет, жоқ болуы оған тән емес. Бар болуы өзінен. Еш нәрсеге мұқтаж емес. Оған мұқтаж емес еш нәрсе жоқ. Бар болуы өзінің заты арқылы болады. Барлық нәрсенің бар болып тұруы сол арқылы. Ол негіз жауһар емес, материя емес, кездейсоқ емес. Ешқандай материяда болмайды. Еш нәрсеге ұқсамай, түрі жоқ, өлшенбейді. Ол қандай және не сияқты деп сұралмайды. Ол деген кезде сан мен сапа тұрғысынан ақылға, ойға келетін барлық нәрселер ол емес. Себебі бұлар оның жаратқандарының сипаты. Ол жаратылғандар сияқты емес. Ақылға, қиялға келетін барлық нәрсені сол жаратады. Үлкен, кіші деген өлшемдер ол үшін айтылмайды. Себебі бұларда материалдық әлемнің сипаттары. Ал ол дене материя емес. Ешқандай материямен байланысы жоқ. Бір жердің үстінде емес, бір жерде емес. Ол бір орынды қабылдаушы емес. Әлемдегі барлық нәрсе аршының астында. Ал аршы оның құдіретімен мен күшінің астында. Ол аршының үстінде. Бұл бір дененің екінші бір дененің үстінде болуы сияқты емес. Себебі ол дене емес. Аршы оны көтереді, үстінде ұстайды деген сөзде емес. Аршы мен аршыны ұстайтын періштелердің барлығы оның рахымы мен құдіреті арқылы тұрады. Ол бұрын қалай болса қазір де солай. Аршыны жаратудан бұрын қандай болған болса, шексіз келешекте де солай. Себебі оның заты мен сипаттарында өзгеру деген болмайды. Егер сипатта өзгеру болса, нұқсандық болады. Нұқсан болған нәрсе Алла бола алмайды. Бір сипаты кейіннен жетілсе, алдында нұқсан болған болар еді, және кемелдікке мұқтаж болар еді. Осылайша жаратушысына мұқтаж болар еді. Мұқтаж болушы Алла бола алмайды. Ешқандай жаратқандарына ұқсамаса да, бұл дүниеде оны тану және ақыретте оны көру жүзеге асады. Бұл дүниеде қандай екені түсінілместен білінгені секілді арғы дүниеде де түсінілместен көрінеді. Себебі ол көру бұл дүниедегі көруге ұқсамайды. Ол еш нәрсеге ұқсамаса да барлық нәрсеге құдіреті, күші толық жетеді. Әлсіздік, кемшілік оған қатысты емес. Бар қалағанын жасады. Әрі не қаласа соны жасауға қауқарлы. Жеті қат көк пен жер, аршы мен күрсі және бар болған бүкіл нәрсе оның құдіретті қолында әлсіз болып, барлығы соның билігінде. Одан басқа ешкімнің қолында ештеңе жоқ. Ал оның жаратылыста серігі мен сыңары жоқ. Ол болған және болатын барлық нәрсені білуші. Ілімі барлық нәрсені қамтиды. Аршыдан жердің орталығына дейін еш нәрсе оның ілімінен тысқары қалмайды. Себебі барлығы содан және соның құдіретінен пайда болады. Шөлдердегі құмдардың, ағаштардағы жапырақтардың, жүректердегі ойлардың және ауадағы тозаңдардың санын және жеті қат көктерді кейіннен келген және өзгерген іліммен емес, еш өзгермеген мәңгілік ілімі арқылы болады. Әлемдегі барлық нәрсе соның қалауымен болады. Көп аз, үлкен кіші, жақсы жаман, сауап күнә, күпірлік имандылық, қайғы қуаныш, ауру сау барлығы да оның қалауымен, жазуымен болады. Бүкіл әлем, адамдар,
Жындар, шайтандар мен періштелер бір жерге жиналса және бір түйірді қимылдату, бір нәрсенің үстіне қою, азайту немесе көбейтуді қалап, егер ол қаламаса барлығы әлсіз қалып, оларды жасай алмайды. Тек соның қалағаны болады. Болғанын қалаған нәрсесіне еш нәрсе және ешкім кедергі бола алмайды. Болған және болатын нәрсе сол арқылы және соның қолдауымен болады. Барлық нәрсені, тіпті ең жасырын нәрсені де естиді. Дәл сол секілді барлық нәрсені, тіпті ең көмескі нәрсені де көреді. Оның көріп естуінен ештеңе тысқары қалмайды. Алыс пен жақын оның естуі үшін бірдей. Қараңғы мен жарық оның көруіне кедергі емес. Түннің ең қараңғылығында құмырсқаның аяғының дыбысын естиді. Топырақтың астындағы жәндіктің түсі мен түрін көреді. Көруі көз арқылы болмайды. Естуі құлақ арқылы емес. Білуі бір нәрсе арқылы және ойлау арқылы болмайды. Жарату құралы арқылы болмайды. Оның бұйрығы баршаға парыз. Берген хабарларының барлығы дұрыс. Сүйіншісі мен қорқытуы рас. Бұйрық, хабар, уәде, қорқыту барлығы да соның сөзі. Ол хай, алим, қадир, көруші және естуші болумен қатар сөйлеуші де. Мұса алейхиссаламға құралсыз сөйледі. Сөйлеуі тамақ, тіл, ерін және ауыз арқылы болмайды. Адамның жүрегіндегі сөз әріпсіз және дыбыссыз. Алланың сөйлеуі осы сипаттан да алыс және пәк. Құран, Тәурат, Інжіл, Зәбур және барлық пайғамбарлардың кітаптары соның сөзі. Оның сөзі оның сипаты, яғни кәлам сипаты. Барлық сипаттары бұрыннан бар. Алланың болмысы біздің жүрегімізде білінеді. Тілмен айтылады. Біздің білуіміз жаратылған, ал ол бұрыннан бар. Кәламның негізі де осы секілді бұрыннан бар. Жүрегімізде жатталып тұрады. Мусхафқа жазылады. Жатталушы жаратылмаған, жаттау әрекеті жаратылған. Оқылушы жаратылмаған, оқу жаратылған. Жазылушы жаратылмаған, жазу жаратылған. Әлемдегі барлық нәрсені сол жаратқан. Жаратқандарын сондай әсемдікпен жаратқан. Одан асқан әсемдік пен әдемілік болмайды. Барлық ақылды адамдар өздерінің ақылдарын қосып, бұл әлемді басқаша етіп, одан да әсем етіп жасағысы келсе, немесе бір нәрсені азайтып немесе көбейткісі келсе, оны әсте жасай алмайды. Бұдан да жақсы болады деген ойдың өзі қателік. Оның ісі мен хикметінің сырын түсіне алмайды. Оның мысалы соқыр адамға ұқсайды. Бір бөлмеге кіреді. Ол жерде барлық нәрсе орында тұрса да ол көрмейді. Бір нәрсеге соқтығысқанда, бір нәрсені құлатқанда мұны неге жолдың үстіне, аяқтың астына қояды, дейді. Алайда ол нәрсе аяқтың астында жатқан жоқ, бірақ ол жолын көре алмайды. Жаратқан барлық нәрсесін әділдікпен және даналықпен жаратқан, және қалай болуы қажет болса, солай жаратқан. Егер жаратқандары осы жаратқанынан да кемел болуы мүмкін болғанда, және ол оны солай жаратпаған болса, не әлсіз болар еді, не бейберекеттік болар еді. Бұлардың екеуі де Алла үшін айтылмайтын нәрселер. Олай болса қиындық, ауру, кедейлік, сауатсыздық және әлсіздік секілді жаратқан нәрселерінің барлығы әділдікпен жаратылған. Зұлымдық жасауы мүмкін емес. Себебі зұлымдық басқаның мүлкін иелену, оның басқа біреудің мүлкін иеленуі мүмкін емес. Себебі одан басқа иелік етуші жоқ. Болған және бола алатын нәрсе бір Алланың иелігі. Ие сол серігі мен сыңары жоқ. Ақырет жаратылған әлем екі түрлі: денелер әлемі және рухтар әлемі. Адамдардың рухын, ақыреттің азығын осы дүниеде жинаулар үшін материалдық әлемге жіберді. Баршаға осы дүниеде болатын уақытты белгіледі. Ақырет ажал мерзімінің соңы болады. Себебі ол жерде арту және азаю болмайды. Ажал келгенде жаны тәнінен ажырайды. Есеп пен сыйдың күні болған қияметте рухты тәнге беріп, барлығын тірілтеді. Барлық адам өзінің жасағанын көреді. Жасағандары бір кітапқа жазылған. Жасаған істерінің бәрі оның есіне түсіріледі. Күнәлары мен сауаптарының саны оған көрсетіледі. Амал әрекеттерін тартатын таразы болады. Бұл таразы дүниедегі таразыға ұқсамайды. Сосын барлығына сыраттан өту бұйырылады. Сырат көпірі қылдан жіңішке, қылыштан өткір. Бұл дүниеде сырат мұстақимда болған адам, яғни тура жолмен жүргендер ол сыраттан оңай өтеді. Тура жолда болмағандар сыраттың үстімен жүре алмай тозаққа түседі. Сыраттың басында барлық адамды ұстап тұрады. Жасаған істерінің бәрінен есеп сұрайды. Шыншылдардан туралықтың ақиқаты сұралады. Мұнафықтар мен риякерлерді ұялтады, масқаралайды. Бір торты есепке тартпастан жұмаққа жібереді. Бір бөлігінің есебі оңай болады, бір бөлігінің есебі қиын болады. Соңында барлық кәпірлер тозаққа тасталады. Одан ешқашан шыға алмайды. Мұсылмандардың мойынсұнғандарын жұмаққа, күнәһарларын тозаққа жібереді. Пайғамбарлар мен дін ұлыларының шапағатына бөлінгендер кешіріледі. Шапағат тимегендер тозаққа апарылады. Күнәсіне қарай оны азаптайды. Соңында жұмаққа жібереді. Алла тағала өзі қалағаннан кейін адамның амалдарын кейбіреулердің бақытына,
кейбірінің бұзықтығына себеп қылғаннан кейін және адамның жеке өзінің оны тани алмайтынын білгеннен кейін рахымдылығымен, ізгілігімен пайғамбарларды жаратты. Бұрыннан толық бақытты болуларына үкім берілгендерді осы сырға қанық болуды бұйырды. Оларға хабар берді, жақсы және жаман жолдарды адамдарға көрсету үшін оларды адамдар арасына жіберді. Осылайша ешкімнің қолында дәлел қалмады. Ең соңғы болып біздің пайғамбарымыз Мұхаммедті, алейхиссалату уәссәлам, жаратылғандарға жіберді. Оның пайғамбарлығын ең кемел етіп жасады. Одан асқан кемелдік болмас еді. Сол себепті оны пайғамбарлардың соңғысы етті. Себебі одан кейін ешқандай пайғамбар келмей, барлық жаратылысқа, жындарға және адамдарға оған бағынуды бұйырды. Оны барлық пайғамбарлардың мырзасы етті. Оның туыстарын және сахабаларын барлық пайғамбарлардың туыстары мен сахабаларынан артық етті. Құрметті достар, видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Бізге жазылып видеоларды көргендеріңіз үшін Аллах разы болсын. Аллах тағала баршамыздың иманымызды арттырсын.